Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін меренга рулетінің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 190 грамм жұмыртқаны өлшеп аламыз. Бұл шамамен 6 жұмыртқаның ақуызы. Және де оған кішкене тұз бен лимонный кислота салып, осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Қол миксермен де жасай беруге болады. Және де жылдамдығын арттыра отырып, осылай аппақ болып көпіргенше әбден араластыра береміз. Кішкене ағара бастаған кезде қант ұнтағын саламыз. Өте майда ұсақталған қант болса да болады. Ірілеу қант болуға болмайды, өйткені ірілеу қантты араластыру үшін өте ұзақ араластыру қажет. Және де ол тез ери қоймайды. Сол үшін бізге тез еритін қант керек. Осындай аппақ көбік болғанша, міне, біз қазір ыдысымызды аударғанда да құламайтындай, өзінің формасын өте жақсы ұстайтындай осындай қалыпта болу керек. Жақсылап араластырғаннан кейін кішкене жүгері крахмалын қосамыз. Картоп крахмалын қосса да болады, бірақ жүгері крахмалының дәмі онша білінбейді. Және ең басты ереже бұл жерде жұмыртқаның ақуызы бөлме температурасындағы болу керек. Егер де сіздердің пергамент қағаздарыңыз сенімсіздікті болса, онда кішкене осылай астына май жағып алуға болады. Егер де өте жақсы сапалы пергамент қағазы болса, онда май жақпасаңыздар да болады. Тефлонды ковриктерді пісіруге болады. Тефлонның бірақ матовый емес, глянцевый ковригін қолдансаңыздар дұрысырақ болады. Міне осылай жайып алып, үстіне қалаған затыңызды себесіз. Миндальный слайсы, фисташка, я болмаса жаңғақ деген сияқты. Мен вафли септім. Енді осыны пешке қойып пісіреміз. Менде мынау минимальный вентиляцияда тұр, 150 градуста. 20 минутқа қойған, менің 5 минутым қызуға кетті, енді қалған 15 минутта піседі. Әркім өз пешінің қызуына қарайды. Қараңыздар, вентиляция жай айналып тұр. Және де меренга рулетін жайлап көтеріліп келе жатыр. Міне, менде қазір шамамен 5 минут қалды пісуіне. Сол кезде мен вентиляцияны өшіремін дағыны, қалған 5 минутында меренга рулетін кептіремін. Қараңыздар, мына беті осылай құрғап, кішкене кебін кіріп шығады. Енді осыны суытамыз. Суыту үшін екінші ыдысқа аударып алып, астындағы пергаментін алып тастаймыз. Меренга рулетін жасауда басты ережелерді дұрыстап ұстансаңыздар, бір жасағаннан-ақ рулет шығады. Енді ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Менде мынау клубничный пюре, яғни құлпынайдың езбесі. Бұған кішкене бір қасық крахмал қосып жібереміз. Себебі қазір қайнатқан кезде мынау құлпынайымыздың суының барлығы жоғары шығып, крахмал осы құлпынайдың езбесін қоюлату керек. Міне қоюланды, араластырып тұрып қайнаттым. Осындай қою томат сияқты болып шықты. Енді осыны суытамыз. Мен крем дайын болғанша кондитерлік мешокқа салып қоямын. Кремге тоңазытқыштан жаңа ғана шыққан өте салқын сливкиді миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдығына дейін осылай қою болғанша араластырамыз. Және де қант ұнтағы мен сырымызды салып тағы да араластырамыз. Қант ұнтағын көп қосуға болмайды, себебі меренговый рулетіміз онсыз да өте тәтті. Сондықтан да кремінде тым тәтті қыла беруге болмайды. Және құлпынай пюресіне кішкене ғана қант қоссаңыздар болады. Егер де өзінің сол тәттілігі ұнайды десеңіздер, сол қалпында да қалдыруға болады. Бұған ары кетсе бір қасық қана қант салу керек. Көп қант құя беруге болмайды. Қалағанша өздеріңіз осындай жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Және де ораған кезде де өте ақырын ораймыз. Егер де қолмен орауға келмей жатса, онда бір заттың көмегімен осылай көтере отырып ораймыз. Видео барысында айтқан басты ережелердің барлығын
өз қалпында ұстасаңыз, бұл рулет бір жасағаннан ақ шығады. Міне осындай әдемі болып шықты, және де бір басын кесіп көрсеткенде іші қандай болды қараңыздар. Және де екінші жағын мен әлі кеспедім, ол осылай көрініс береді. Қалған кішкене кремді бетіне сәндік үшін қолданамыз. Қалаған кез келген жеміс-жидектерді қойып сәндейміз. Және де менде мына сусальное золото деп аталынады, кондитерлік дүкендерде сатылады. Сәндік үшін осылай кішкене қойып шықсаңыздар да болады. Рецепті описание бөлімінде жасап көріңіздер. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.